неполный семья болып кезекте тұрған азаматтардың барлығы тыңдасыншы. Неполный семья. Достар, қараңыздар, бұрын неполный семьяға толық емес отбасылар кімдер жататын еді? Некесіз бала туып алғандар, ажырасқандар және жолдасы қайтыс болғандар. Осы үшеуі де барып неполный семья болып кезекке тұрып алғандар еді. Енді қараңыздар, егер сіз некеде болдыңызда, бірақ некеде тұрған кезде жолдасыңыз қайтыс болып кетсе, не важно, ол әйел бола ма, ер адам бола ма, жолдасы қайтыс болып кеткен кезде барып неполный семья болып тұрып алсаңыздар, вот сол азаматтар міндетті түрде соңға барып қайтыс болды деген куәлікті көрсетіп, неке куәлікті көрсетіп, мен жолдасыммен қайтыс болған деп, соны барып көрсетіп, сіздер неполный семьядан вдовы, вдовцы деген болады, жесірлер деген категория болады, соған ауысып кетулеріңіз керексіз. Неге? Өйткені жесірлердің привилегиясы өте көп. Түсінікті ма? Енді мынандай жағдайлар бар. Бірінші, кейбір азаматтар бар, ажырасып кетеді. Сосын бар күйеуі немесе әйелі қайтыс болған жағдай. Олар жесір категориясына жатпайды. Оны біліңіздер. Және тағы бір момент, жесір болған, қайтыс болады, бірақ жесір категориясына ауысып алады да, кейін қайтадан некеге тұрған болатын болса, ол да автоматты түрде жесірден кетіп қалады, жесір болмай қалады. Сондықтан осы моменттерді есте сақтап алыңыздар және осындай жағдайда жүрген туған туысқандар, таныстарыңызға бәріне осы видеоны таратыңыздар.